Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа осындай керемет қайнатылмайтын және де банкаға құюды қажет етпейтін огонек приправасын дайындаймыз. Осылай баклажкада сақтайтын боламыз. Ешқандай да атылмайды. Атылмай сақтау үшін не қосамыз, соның барлығын видеода айтамын. Сенімді, қанша жылдан бері жауып жүрген рецептім. Сондықтан видеоны өткізбей мұқият көріңіздер. Ең алдымен огонекқа қажетті көкөністеріміздің барлығын дайындап аламыз. Грамдарын, мөлшерін, килограмдарын мен төменде жазып қалдырдым. Менде көріп тұрғандарыңыздай осындай қып-қызыл әдемі помидор және де болгар бұрыштарын дәнінен тазалап аламыз. Укроп, хреннің тамыры және де чеснок пен тұз, сондай-ақ аспирин қышқылы қажет болады. Алдымен жұмысымызды қазір ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы болатындай етіп, көкөністерімізді турап алудан бастаймыз. Қызанақтарыңыз қатты үлкен болатын болса, 6 бөлікке бөлсеңіздер болады. Қызанақ менде көріп тұрғандарыңыздай осындай етті, тәтті, қою түрін алдым. Су татымаған түрін алыңыздар, сонда огонектарыңызда қою әдемі болады. Енді барлығын ет тартқыштан өткізіп аламыз. Егер сіздерде мясорубка болмаған жағдайда барлығын блендермен өткізіп алсаңыздар болады. Енді өткізіп алғаннан кейін барлығын осындай үлкендеу бір ыдысқа төгіп құя береміз. Сіздерге тағы да маңызды нәрсе айта кетейін. Негізі мен бұл рецепті былтыр түсіріп салған болатынмын. Сіздерге тағы да енді сезон болғаннан кейін таппай қалмасын деп қайталап салып жатырмын. Дәл осы огонек приправасын сіздер сентябрь, октябрь айларында кішкене салқындағанда жапсаңыздар болады. Келесі кезекте болгар бұрыштарында дәл жаңағыдай ет тартқыштан өткізіп аламыз. Менде кішкене көк аралас болып қалды. Негізі болгар бұрыштарында қып-қызыл етті, тәтті түрін алғандарыңыз дұрыс. Негізінен огонекқа болгар бұрыштарын қоссаңыздар да, қоспай-ақ жасасаңыздар болады. Мен дәл осы рецептте қостым, бірақ қосылмай жасалатын түрінде сіздерге видеосын жүктейтін боламын. Келесі кезекте сарымсағымызды да ет тартқыштан өткізіп аламыз. Сондай-ақ ащылау болғанын қаласаңыздар, ащы қызыл бұрыштан да қалауларыңыз бойынша осылай тартқыштан өткізіп салсаңыздар болады. Мен балаларым жей алмай қалмасын, қатты ащы болып кетпесін деп қосқан жоқпын. Енді соңында укроп пен петрушкадан да осылай ұсақтап турап қосып жіберемін. Бірақ бұл міндетті емес. Дәл осы видеоны былтыр жүктегенімде көптеген қыз-келіншектер жасап көрген екен. Комментарийға маған өздерінің алғыстарын айтып, керемет шықты, ешқандай атылған жоқ, қорықпай жасап көріңіздер деген сияқты біраз хаттар да келген болатын. Сондықтан сіздер де дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, атылмайды. Ең бастысы жаңағыдай қосқан көкөністеріңіз балғын, ешқандай шіріп кетпеген, ашып кетпеген болмаса болғаны. Мінекей енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін дәміне қарай тұзын қосамыз. Енді тұзды өздеріңіз татымын байқап отырып, татымын көріп отырып қосасыздар. Мен де бұл жерде осылай көз мөлшерімен бірінші 3 ас қасықтай салып алдым. Одан кейін кемдеу сияқты болып көрінді да, кейіннен тағы да 1 ас қасықтай тұз қостым. Сонда жалпы менде 4 ас қасықтай тұз қосылды. Енді сіздерге міндетті моментті айтып көрсете кетейін. Аспирин таблеткасын міндетті түрде 1 литрге немесе 1 килограммға 1 таблеткасын қосасыздар. Аспирин таблеткасы біздерде жаңағыдай огонегіміздің ашып кетпей, жаңағыдай ішіне қосқан көкөністердің зеңденіп кетпей, жақсы сақталып тұруына өз көмегін береді. Бұл жерде мен 10 килограмм помидорға 10 таблетка аспиринді салдым. Бірінші жаңағыдай оқтаумен кішкене ұрып езіп алыңыздар. Одан кейін барып қосасыздар. Аспирин міндетті болып табылады. Аспирин қоспасаңыздар жаңағыдай баклажкалеріңізде атылып ашып кетуі мүмкін. Сол себепті міндетті түрде қосамыз. 1 литрге 1 таблетка аспирин деген ол қатты былай қорқатындай нәрсе емес деп ойлаймын. Енді бетін жауып, салқындау жерге 1 түнге қойып қоямыз. Мен балконға қойып қойдым. Далаға шығарып қойсаңыздар да болады. Келесі күні осылай өзі бір көтеріліп барып жаңағыдай түседі. 1 түн міндетті түрде тұру керек. Менде көріп тұрғандарыңыздай бетіне қоюы шыққан. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осы сәтте тұзын татымын көріңіздер. Тұзы кем болса, тұзын қосасыздар.
Сондай-ақ огонекті құятын пластик бутылкаларды, яғни баклажкаларды алдын ала жылы сумен жақсылап ішін шайқап, кішкене ас содасын салып жіберіп шайсаңыздар болады. Ең бастысы жақсылап қайта-қайта шаюларыңыз керек. Енді дайын болған огонекті осы пластик бөтелкелерге құйып аламыз. Егер пластик зиян, мен бұған құйғым келмейді дейтін болсаңыздар, кәдімгі стеклянный банкаға құйып сақтасаңыздар да болады. Бірақ баклажкаға құйған ыңғайлы деп ойлаймын мен өз басым. Мінекей осылай құя береміз. Кішкене осылай қою болғандықтан құйылуы қиындау болып жатса, осылай сілкілеп жіберсеңіздер тез-тез құйылады. Кейбір кісілер түсінбей жатады, бұл сонда қалай ол қайнатылмаса деп. Бұл дәл осылай қайнатылмай, ішіндегі көкөністер сырой, яғни шикі күйінде сақталатын түрі. Қайнатылып жасалатын түрі ол аджига немесе сицебили деп әр өңірде әртүрлі атап жатады ғой, ол басқа түрі. Бұл осылай қайнатылмай сақтай бересіздер. Мінекей құйып алдық, қақпағын жақсылап жауып бекітіп қоямыз. Бос қып жауып қоймаңыздар. Мінекей осылайша огонегіміз дайын. Холодильникке қойып қойсаңыздар да болады. Қыздар, морозильникке сақтауға болмайды. Морозильникте су шығып кетеді және де дәмі өзгеріп кетеді. Сол себепті холодильникте немесе бөлме температурасында сақтасаңыздар да ешқандай атылмайды. Менің үйімде жаңағыдай банка сақтайтын орын жоқ, кәдімгі шкафтарға қойып сақтай беремін. Сіздерге рецепт пайдалы болды және де видео ұнады деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып мені қолдап қоюды ұмытпаңыздар.